Assalamu алейкум, менің YouTube каналының ағзалары, құрметті менің онлайн достарым. Сіздерді өсек тайм контентінде көріп тұрғанымнан қатты қуаныштымын. Бүгін шақси шекара туралы бір өсек айта жақпын. Менің алдыңғы контентлерімде бір апа менен YouTube видеоға салдым ғой, сол видеоның комментариясында ұрсып қалдым. Ол айтады маған, не қыласаң, ақша таумайтын болсаң, келіспейтін затларға уақытың сарпылап деп жазды да. Мен айттым, YouTube'дан ақша таумаймын, тек қана өзіме ұнағаны үшін осы видеоларды саламан, одан кейін сіздерге ұнағаны үшін осындай видеоларды салып бараман деп айттым да. Ол жазып қойыпты маған, не қыласаң, бір менің шақсиятыма тиетұғын бір сөзді айтып жіберді, содан кейін мен оған жаздым. Егерде қызық емес болса, не қылып отырсаң, не қыласыз? Сонша уақытыңызды кетіріп видеоны көріп, һәм комментария жазып, менсіз қатын деп жаздым. Женім кеп кетті, расын айтайын. Негізінде мен тегілікте негативлерге ответ қайтара бермеймін, бірақ та қатты шақсиятыма тиіп жібергеннен кейін сондай ответ қайтардым. Сөйтіп біраз ұрысып қалдық оның комментарияда отырып, YouTube'да қызық екен, ұрысуым қиын екен. Ол қашан жасады екен деп күтіп отырасаң, ол YouTube'дан көріп жазып, одан кейін ол маған жазды. Мен сені мисіз қатын емеспен, тағы бір нәрсе, мен саған жақын жерде тұраман, анау мынау деп жазды. Жақын жерде тұрсаң, неге кеп бетіме айтпайсаң дедім. Мен қатыншылық білесіз ғой, ұрыстық соңмен біраз жерге бардық. Жақын жерде тұрып, маған жақын болып тұрып, мені қолдап қуатыла алмайтын болсаң, поддержка бере алмайтын болсаң, ұлыма негативам жазбай отыр. Сіздер құсағалар жаңағы өсірмейді, адамды өндірмейді деп көп затларды айтып, ұрыстық соңмен біраз болдық. Сонымен жеңілдендім. Бірақ YouTube'да қатты қиын екен. Мысалға, нервің қатты шығып тұрады ғой. Сол уақытта барлығын жазып тастағың келеді. Ода анаған YouTube'да мысалы ішіңдегінің гіттай жерін жазасаң, анау келе саған ответ бере қоймайды. Оған чекем сен баяғы ашуың бәрі ұмытылып келеді, сонымен партың шығып жүре бересің. Сонымен бүгін шақси шекара туралы сөйлесекпіз. Егерде қараң, сондай бір тупойларда қартаяды дейді ғой, бір жасы үлкен болып тұрып, сондай деп жаңағы келтеп ойлап, келтеп пікірлейтұғын инсанлар комментария жазып қалады арасында. Келіспеген затларды сала берме деп, не? Ол сіздер келіспеген деп айтып атырған видеоларыңыз, мысалға, басқаларға ұнап атыпты. Комментарияларын оқып қараң. Бір жағы Өзбекстан, Нидерландия деген Голландия. Сіздер білесіз бе, Голландияның қайыр екенін білмейсіз де, бір диярымларыңыз. Соларға дейін көріп ұнатып атыпты. Қарақалпақстаннан көшіп кеткен қарақалпақлар, Өзбекстандағылар қанша маған комментария жазып, Сарназ рахмет, қолап қуатлаймыз, самимисіз деп жазып атырғалар көпшілік. Соларға ұнап атыпты. Сіздер келіспейді деп айтып атырған видеоларды да. Келіспейтін болса, ең кемі 3000 просмотр, 4000 просмотр болады. 4000, 3000 адам не қылады бұл видеоларды көріп, егер келіспейтін болса, сіздер соны алдын ойлап көрің. Сіздер келіспейді деп атырған видеолардың да өзінің тамаша көйлері болады. Мысалға сіздерге менің контентлерім ұнамай, Байрамгүлдің контентлері ұнайтұғын болса, Байрамгүлдің контентлерін көріп жүре берің. Менің видеоларымды көрмей ақ қойың. Бірақ сіздер енді негатив жазсаңыз, әлбетте ол менің пайдама жүреді. Бірінші нәубетте да сіздер комментарияға кіріп, келіспейтін затларды видео қалап етіп, не қыласаң, қарызға алғаныңды да айтып келіп, не қыласаң деп жазсаңыз, менің видеомның ақуаты көтеріле береді, яғни просмотр көбейе береді. Ол маған пайда. Бірақ мен шақси шекарама өткермеймін. Менің шақсиятыма тигізіп сөйлеңізді көтермеймін. Мысалға, мен мына нәрсені, мысалға, гош деп алайық. Мен распаковка видеоларымды көресіз ғой. Гош алып келсем, бұрынғы видеоларымда бар. Қазір енді құдайға шүкір гошты рекламаға бірге бартерге істесіп отырғаннан кейін, ол маған гош береді, мен оған ақша бермеймін, рекламаларын монтажлап, реклама қыламын. Соң арқасында гош бесплатный кеп тұрыпты. Бірақ та алдыңғы видеоларымда бар еді. Мынаны гош деп алатын болсақ, мына гошты қарызға алдым, өткен апта алған гошымның ақшасын төледім деп сондай видеоларды салатығын едім. Одан мен ұялмаймын. Одан сіздер ұяласыз, айта алмайсыз. Оны келіспеген деп ойлайсыз. Оны қалай халыққа айтып шығады деп ойлайсыз. Енді бар нәрсе ғой. Сіздер де сөйтесіз. Бір затты қарызға аласыз, бір затты төлейсіз. Сөйтіп қазір жасау солай болып тұрды ғой, оның не сияты? Мысалға, мен бай емеспен, жарлы емеспен, орташамын, құдайға шүкір. Біреуден алдын, біреудің ізіндеміз. Шүкір. Әстен әйтеуір қолым созайып,
әйтеуір көтеріліп келатырмыз. Енді оны жасырып мысалға онсыздан өтірік контентлерді көріп жатырсыз ғой, инстаграмда көріп жатырсыз, ютубта көріп жатырсыз. Ой, ол өмірде деген басы кредитке толып жатырған блогерлердің көпшілігі сондай. Машинада кредит, алған жайда кредит, әйтеуір рекламадан түскен ақшадан төлермен деп, hammasini кредитке алып сөйтіп жасап жатыр. Білмейсіз, олармен мысалға сөйлесіп қалсаңыз, менің де бизнесмен танысларым бар, кругларымыз бар. Сөйлесіп, сыртынан hammasini бай деп ойлайсың, hamмасы жетіп тұрды деп ойлайсың. Бірақ мен солармен отырыспақ отырғаннан кейін барып білдім. Ең бай мен екенмін ғой деп ойладым содан кейін. Енді өзіңіз ойлап қарай берің. Бар нәрсені бар нәрсе деп айту керек. Сен көшті қарызға алдың ба? Одан несіне ұяласың? Ұялсаң алма қарызға. Дұрыс емес па? Маған ұнайды. Мен алған нәрсемді қарызға алдым, бөліп төлеуге алдым. Мысалға мына кремлерді мен 4 миллион бір нәрсем, 3 миллион бір нәрсем ұмыттым. Бірақ 3-4 айын төледім. Енді 5-ші айын төлейтін шығармын. Бетімнің уходовый косметикасын 450 мыңнан ба бөліп төлеуге алып қойыппын. Маған осы зат керек, осыны бөліп төлеуге алдым. Қазір аймай ретленіп, әйтеуір қалай төлеймін деп ойлайтыным, әйтеуір төлеп жатырмын, Құдайға шүкір. Осыларды мен еркін айта алғаным үшін да сіздер мені жақсы көресіз. Себебі сіздер өзіңіз ұяласыз, оны айтып шығуға. Бірақ сіздер өздеріңізді менде көресіз, көпшілігіңізді, енді hamмеңіз деп жатқан жоқпын. Сіздер де мендей болып жасайсыз, біздердің дәрежеміз бірдей. Біреуін қарызға аламыз, біреуін наққа аламыз. Содан кейін мен соны айтып шықсам, сіздер оған хәз етіп бір көріп отырасыз, өздеріңізді көресіз де менде. Бірақ оны не айта алмайсыз. Базарда көпшілігіміз сөйтіп базарлаймыз. Мен соны айтып шыққаным үшін мені жақсы көресіз. Бірақ та мойындағыңыз келмейді. Көпшілігіңіздің мойындағыңыз келмейді, дұрысын айта берің. Одан кейін бұрында мен өзімнің қадірімді өзім білмей тұғын едім. Мысалы, коллективімде болсын, бір жерлерде мысалы бір көйлек, мысалы мына көйлекті киіп жүрсем, тым келісіп тұрған жоқ саған деп айтуына бұрынлары айтса да, мен андай жаман реакция білдіріп, оған ответ қайтармай тұғын едім. Сен не жұмысың бар деп айтпайтын едім. Ой деп айта алмайтын едім, білмеймін. Я аумалығым ба, одан кейін үйге келіп, өзімді өзім жеп, өзіммен өзім ұрсып отыратын едім. Бағана сөйтіп айтсам болады екен. Не жұмысың бар деп айтсам болады ғой деп, өзіммен өзім ұрсып отыратын едім. Енді қазір ой деп айттырмаймын. Себебі мына көйлек өзіме ұнаса, өзім бір қолай нәрсені киемін, жеңіл болып жүруім керек. Мен үстінде ол мынандай қысылып, я басқа қылып жүрмеуім керек, жеңіл болып жүруім керек. Жарасып тұрса, таза болса, үтікленген болса, болды. Енді бұрылары менде шарайтан болған жоқ. Жарастырып, андай бір-біріне парлап, расцветкілерін бірдей қылып, киім алып, я болса, әр сезон сайын киім алып, ондай болған жоқ. Енді әстен шүкір, сілердің алдыңызға шыққаннан кейін әстен тапқан табысымның бір шетінен өзім тауып жатырмын ғой, алсам ұят болмас деген мақсатта кішігірім өзіме де жұмсайтын болдым. Көбірек киім алатын болдым, көбірек күтінуге, мынандай, не қылды, әйел адам өзін өзі күтіп жүру керек, соған көбірек қаражат сарпылайтын болдым. Содан арқасында сен айттың, киімдерім көбейіп, және парлап киюге шансым болып жатырды. Бұрын енді болмады. Енді қазір бірақ мен өзімнің қадірімді өзім жетіп, сондай қылып өзіме ақша қиятын едім. Бұрын ақша деген өзіме еш алмайтын едім. Үйде балық аласаң, генік аласаң, қайның аласаң, күйеуің аласаң, үйге аласаң, бірақ өзіңе бір сом алмайсың. Көпшілік хаяллар базарлайтұғын хаяллар біледі. Нәски алмаймыз ғой өзімізге, не? Дым таппай қаламыз ғой, жаңағы мысалы бір жерге барайын деп жатырсақ, сон нәски керек болып тұрыпты, аяғыңа нәски киіп кетуің керек болып тұрыпты. Бірақ сон нәскиң жоқ шипанеріңде. Күйеуіңде бар, балаларыңда бар, енеңде бар. Арасында енемнен сұрап киіп кететін уақытларым болды. Сол дәрежеде өзлерімізді ең ақырғы орынға қойып тастаймыз. Ай, аларман дейсің. Қайта базарға барған қатын, қопал қылып айтқаным үшін кешірің, базарға барған қатын тығып қойған бір нәрсеге керек болып қалады деп қалтасына тығып қойған ақшасынан барып сауып келеді. Мен оны жақсы білемін, сілер оны жақсы білесіз, базарлайтын апалар, ажапалар. Сондай болады. Сөйтіп, іләшсіздіктен, я енеңнен аласаң, айтыр, сол уақытта іләшсізден жаңа нәскейді аласаң. Болмаса не, алмайсың оны. Мысалға, ертеңгі күн бір жерге киіп баруға мынау керек болып қалады деп алдын ала ап қоймайсың. Басыңа тиіп, жаңағы дым киетұғын дымың болмаған уақытта ғана барып аласың.
оған чекем алмайсың. Енді әзір мен құдайға шүкір астенасен ойланып, алдын ала ойлап, ертең күзге атырып па, күзге давай сентябрьдің орталарында киінуім керек, оған ақша жинауым керек деп. Сөйтіп астенасен барлығын бірден ала алмасам, бір барғанда пәлен зат, екінші барғанда төлен зат аламан деп плаласар сөйтіп, әйтеуір сезоновый киімдерімді төлеп алудың әрекетін істейтін болдым. Алдын ала алатұғын болдым. Бұрын ондай жаңағыдай тым киетұғын қамаған кезде басқа тиген уақытта барып алатұғын сәрмез астенасен өзгеріп, өзінің қадірін біліп кетіпті. Онан кейін бір кітап себепші болып, менің психологиямды қатты өзгертті. Өзімді өзім жақсы көретін болдым. Атырапымда тек жақсы нәрселерді көретін болдым. Бұрын жаман тәрәптерін көре беретін едім. Мысалға, кредитіміз көп, осы тұрмысқа шыққалы басым кредиттен шықпайтын болды ғой. Бұрын кредит дегенді көрмейтін едім деп, бір налып күйеуімнің арасында жаман көріп кететін жерлерім болатын еді. Қазір мен айтамын, сол кредиттің арқасында мінекей мыналар мынандай болды. Құдайға шүкір. Сол қайта кредитке сол затты алып істетпегенімізде, сол ақша тек тамаққа ішіп жеуге кетіп, құр қаяққа кетіп батқан білмей тұғын едік. Мысалға, мына нәрсе, мысалға үйдің ремонтына кредитке не істетпедік қой енді, нақ пұлға істеттік. Не зат еді, мысалға, не затқа кредит алып, бір затлар істеттік әйтеуір. Сол кредиттің, мысалға, сол кредитті алмағанымызды деймін. Мысалға, мына нәрсені мен кредитке алмадым, есі сәт алмай отырпан, ақшам келіп тұрды. Бірақ сол ақша, мынаны кредитке алмағанымда мен нақ пұлға өзіме қиып алмайтұғын едім. Одан кейін ол ақша, мысалға, маған айлық түседі ғой. Сол айлық жаңағыдай қарақан тамаққа деп, біреудің той мерекесіне апарып тастап, құрып қаяқтан келіп, қаяққа кетіп атқанын білмейтұғын едік. Қайта мен сол кредитке албаған, мынау менің пайдам болды. Сөйтіп ойлайтын болдым. Кредиттің жаман жағын емес, жақсы жағын ойлайтын болдым. Және бір жақсы жағы, мені жас болып тұрған уақытымда еліде қимылдайын. Кредитке төлейтұғын ақшамды айлығым мысалға жетіп тұрды ғой, болды. Кредитке жетіп тұрды, коммуналияға ішіп жеуге, киім-кеншекке, үйдің майда кеміс құтығына жетіп тұрды ғой, болды деп қарап отырмай, мысалға 6 миллион айлық алатын болсам, сол 6 миллион әмбесіне жетіп тұрды, болды деп отырғызбай, о айлықтан қосымша оның үстіне ауыссын. Мен жаңағы өзімнің сырға алайын, құлағымда мына 16 мың сомға алғаным, нөкіске барған кезде мына қараң көрсетейін. Ағарып кетпейтұғын, қарайып кетпейтұғын, бюджетері, дұрыс айттым ба? Мен тілім онша айланбайды. Соның қарақалпақшасы не? Таған жақ па? Сондай дубайский дейма бір нәрсе деген, мынау қараң. Мынау жаңа кіттай 1-ші класс, 2-ші класс қызларын тағатыны ғой, бірақ маған ұсы қолай. Мынау қараң, мынау маған қолай. Батпайды, құлағыңнан түсіп қалмайды, тесігі де бітіп қалмайды. Неге? Ұсы қолай. Негізінде мен де жақсы көремін. Банклип деген әзір атларын білетін болдым, алтыларын. Негізінде мен де хаялмын. Мен де бұрын дым қызықпайтын, просто әзір қызығып, жақсы көріп кетірмін. Сол алтынға ауыстырайын. Ертеңгі күні қысымен көріп шықтық, енем екеуміз та, мен сол негативке түсіп жүргенім, сол қыстан басылап негативте жүріп едім. Қысымен көріп шықтық. Бір шу басаң, екінші шу бесплатно қосып береткен дегенлеріне. Бірақ ала алған жоқпыз. Сол шубыға ақша ауыстырайын, оның үшін көбірек қимылдайын, көбірек рекламалайын, көбірек видео түсірейін деп әрекет етуге мәжбүрлейтұғым болды. Сол кредитлерім. Онан жақсы тарих бар. Біздер тек жаңағы тапқаным кредитке кетіп атырды, тапқанымыз кредитке кетіп атырды деп негативке түсе берсек, түсе береміз. Оданша басымызды кішігірім көтеріп, энергияны ешкім бермейді. Энергияны өздеріңіздің тауған ақшаңыздың, мысалға, мына құрақым ақша таусаңыз, соның мына құрақымын өздеріңізге жұмсасаңыз, осыдан сілер энергия алады екенсіз. Мен өзімнен білмейтін едім, оны қазір сілерге өзім басымнан өтіп білгеннен кейін ақыллы болып жеде үйретіп отырғаным ғой. Бұрын мен де білмейтін едім. Тауған ақшамның барлығын үйге, әмме затқа жұмсап, өзіме ес атамайтын едім. Сол бесплатно істеп жүргенде сезінетін едім, өзімді бар ғой. Енді қазір мысалға мына құрақымдай ақша алатығын болсаңыз, соның мына құрақым, мына қарап қанша жер. Мына қалғанның бәрі жетеді, үйіңізге, бала-шағаңызға, кемпір-қарыңызға, күйеуіңізге, бәріне жетеді. Мына кішігірімін өзіңізге ғана жұмсаң, болып тұрды. Осының өзі жетіп тұрды сілерге. Содан мотивация алатын болдым мен, содан энергия алатын болдым.
Бұрын ондай емес едім. Хаммесін үйге жұмсай беретінім. Құдайға шүкір, күйеуімнің табысы мол. Әйтеуір Құдай көп көрмесін, көз тимесін, алдымызда аман жүрсін деймен. Мұрат, барқылла Құдайым сол алдымызда аман жүргенсең, мен іләж болса видеоларымды көрме, мен саған айтпайтын затларымды да ютубқа айтамын. Соң үшін іләж барынша менің видеоларымды көрме, сен береке таппайсаң. Сол. Менде әдеуір өзгеріс күшлі, өздеріңіз біліп жүрсіз, сезіп жүрсіз. Хаммесінің іләжі болады. Мен қатты негативке түстім. Жер бауырлап жата береді екенсең, іләжі барынша кітті қолың боспаса ұйқылауға әрекет етеді екенсің. Себебі не? Адам стресске түскен уақытында, миы ұйқылаған уақытында миы тыныш болады. Сол стресстен ұмытады ұйқылаған уақытында. Хәмме миы, хәмме организм демалады ғой. Соның үшін стрессте жүрген адам тек жер бауырлап ұйқыға жата береді екен. Мен сол дәрежеде болып қалдым. Балаларым нам жақтырмай, шауқым шығарса да жақтырмай, ене қайнапа қайнаға жаңағы күйеуің ұлыма қайын жұрттар депті, вообще ұлыма айтар жоқ. Сондай болып қалдым. Сол дәрежеде бір 6 айдай мен өзім сондай болып жүрдім. Оны инстаграмнан білесіз, сев контентлерді жүйелеп салмай қалдым, сторислерге шықпай қалдым. Енді 6 ай мүддеттің ішінде полныймен ондай болып жүрген жоқпын. Бір күндері орташа, бірақ сол стресстің атрафында жүрдім да. Бір күндері қуанып, бір күндері сәл және негативке түсіп сөйтіп жүрдім. Бірақ қазір енді Құдайға мың шүкір, мен стрессті өзім жеңіп шықтым. Қалай болды ол? Жаңағы мен психологический бір кітапты оқыдым. Одан кейін менің өмірімді мен өзім бардак қылған болсам, тек қана өзім өзгерте аламын. Басқа ешкім келіп сенің өміріңді өзгертіп жақсылартып бере алмайды. Менің ең ұтып тұрған тарихым, менің күйеуім әмме нәрседе поддержка бере аладығыны түсінеді. Мен оған айтпаймын да, просто мен өзімді оған айтып, оның әмме проблема, мен оны байым менің күйеуім түсінеді. Түсінетіғынын мен өзім мына жерімде ойламаймын да, мысалға мен мына нәрсені айтсам, мына затты мен алғанымды айтсам, бақырат деген ойменен мен оған айтпайды екенмін да. Негізінде мен оған айтсам, һәм өзім ішкі дүнием жеңіл тартады. Һәм ол маған поддержка беріп бір көмектеседі. Мысалға қаражат жағынан мынаны сарына төлей алмай жатқан болсаң, мен төлеп тұрайын деп айтады. Мен не қыламын? Оның алдында жаңағы төмен кетпейін деген ой бар ма басымда? Бір білмеймін, әйтеуір оған көп затларымды айтпайды екенмін. Мысалға төркінімді айта беремін ғой, папам менен мамам мен өлі жайлы қыламан деп әрекет етті, біздерге барым берді. Қазір екеуі тек папам ең аз пенсия мұғдарыменен шықты. Нешті екен білмеймін, бір 700-800 мың бар шығар. Ол үлкен қожалыққа дым болмайды. Папам, мамам, ондан кейін братчикім үшеуі тұрады ғой, бірақ та үлкен қожалық ол. Себебі 6 қыздың 6 құда тәрефі бар. Айына кемінде бір 3 мереке шығады. Соған кетеді, ішіп жеу, коммунальный, өзіңіз білесіз. Мамамның алатығын 1 миллион пенсиясы, папамның алатын 800 мың пенсиясы, 1,5 миллион сом мемлекеттен кіргенмен ол есап болмайды, басқа табыс жоқ. Сол есап болмайды. Сол үйдегілерге қаражат керек болып қалса, соны күйеуіме айта алмай жүремін мен. Мысалға сорасам, ол дұрыс түсінеді, һәм береді, барқылы сондай. Мен мысалға үйге папамның өзі я болмаса папа мен тегіліктен не қылмайды, сонда менен бір сорап қалса, бір керек болып қалса, мен өзім іздеп кетемін да, оны күйеуіме айтпайын. Мысалға күйеуімде ақша бар, күйеуім қайтсам тауып береді оғынан білемін. Білсем де соған айтпаймын. Білмеймін не себептен екен. Күйеуім сол дәрежеде, Құдайға шүкір, әмме нәрседе түсінеді. Мысалға мен кредитлерім ләшсіз болып аласам, мысалға балашаға үшін алады қатын адам. Шен адам, білмедім, ондай нашар білмеймін. Сол балашаға жақсы болып кетейін деген мақсатте бір кредит алып бір нәрсе басылайды, одан келіспей қалады. Әйтеуір менде де сондай бір случай болды. Оны әмме кредитлерімді жауап болғаннан кейін барып айтамын. Мен қорқып жүрмін, 10 миллион, 15 миллион кредитке кіріп кеткен жоқпын. Ондайды аймай өйтіп көп төлемеймін. Ары кетсе бір 3 миллионға шамалас кредит төлеймін. Тағы ойлап қалман келмен де, сол маған қатты удар болып жүрді. Сондай, жаңа не айтып жатыр едім? Қанеке, басқа зат араластырып ұмытып қалдым. Сол күйеуімді түсінеді, әмме нәрсені түсінеді, бірақ сонда да соған айтпаймын.
20 минутлық видео болды мына. Негізінде күйеуіңмен сырласып жақын болсаң, түсінбейтұғынан байлар болады енді, бірақ менің әуметім кеп тұрғаны сол. Ол түсінетұғын адамда көп мақтай бермейін. Қарақалпақты көп мақтама, көзімше қармаққа тез ілінетін балықпан дегендей. Сол әйтеуір айнып соғылар күмпетіп. Соның менен өздеріңіздің қадіріңізге өздеріңіз жетің. Негативте болсаңыз түспең негативке. Мен Нүкісте бір қызбенен таныстым. Ол да сондай мендей болып, біреудің өзінің атына бір ағайын қызына кредит әпереді, ол төлемей кетеді, ол 70 миллион сом, айына 5 миллион сомнан ба келеді. Оны әйтеуір ұлым айтқанда сондай қораға кіріп кетеді, негативке түсіп қалады, айтайын десе ажырасып кетемен деп қорқады. Әйтеуір сонымен басын сұқпаған тесігі қамайды. Сондайларға мәслихатым тек қана өздеріңізді құтқаратұғын өздеріңіз. Сіздерге басқа ешкім жәрдем бермейді. Одан кейін өздеріңіздің қадіріңізге өздеріңіз жетің. Жаңада менің қателіктерімді қайталамаң. Өздеріңізді жерге ұрғызбаң. Өздеріңіздің үстіңізден жаңада айтып жерге ұрып, ондайларға жол қоймаң. Не жұмысың бар дең? Ұрсып жіберің. Аузын жұлып алың. Екінші сізге сөйлемейтін болсын. Маған да сондай кемістеп жазатығылар көп, бірақ қазір мен реакция қайтаратын болдым. Себебі бұл мына түрдің үстінен күлетұғын инсан Құдай Тағаланың жаратылысының үстінен күлген болады. Себебі ешкім өзінің түрін өзі қалеп, яғни өзі сайлап алмайды. Бұны Құдай Тағала осындай қылып жаратқан. Тек бұны күтіні бір кішігірім, енді күтіну дегенде сілер ойлап қалмаң. Жаңағы әртүрлі мынандай тарттырып бір нәрселер қылып, сондай қылып істейді ғой, ботекс дегені. Ондай деп ойлап қалмаң, бір күтініп жүріп, сақылау, Құдай Тағаланың бергеніне қанат ету, Құдай Тағаланың бергеніне шүкір ету сіздердің қолыңызда. Ал мына түрді сайлап алу сіздердің қолыңызда емес. Соның үшін бұл түрдің үстінен күлген әрбір инсан, кемсіткен инсан Құдай Тағаланың жаратылысын кемсіткен болып есептелінеді. Сонымен оқудымды жақсылап істеп алдым. Сіздермен ішімдегінің бәрін жарылып, төгіліп айтып алдым. Енді бірде арымларыңызға сондай негативте жүрген болсаңыз, кішігірім болса да пайдам тиген болса қуаныштымын. Һәм шақси шекара туралы сөйлесіп алдық деп ойлаймын. Бір-біріміздің шақси шекарамызға өтпейік, бір-біріміздің шақси пікірімізді құрмет етейік. Сіздерге ұнамаған нәрсе басқаларға ұнауы мүмкін, һәм менің өзіме ұнайды. Бұл менің YouTube каналым, жеке YouTube каналым. Бұл контенттер менің контентім. YouTube каналыма қандай контентлерді салуды өзім білемін. Егер де сіздерге ұнамаса, көрмесеңіз болады. Мен қапа болмаймын, бірақ та қарақалпақ қолламаса ешкім қолламайды. Бірақ жерге де ұрмайық. Поддержка бере алмаймыз ба? Оны төменге де түсірмейік. Оның үстінен басқыламайық. Оны кемсітпейік. Аман жүрің. Главный амалық. Өлімнен басқасының бәрінің іләжі болады. Құдайға шүкір. Іләжі болып жатыр. Ойлап қараң, неше айынан өттіңіз кредитке кіріп қалған жағдайыңызда да? Қазір қаншасынан өттіңіз? Ойлап қараң, қолыңыздан келді ме? Ендігі қалған жағы да қолыңыздан келеді. Сояқларын ойлаң. Өліп қалсаңыз, жер толмайды. Әмме бір жылға дейін қиналады. Ең бір жылға да бармайды, білесіз. Егер де мен көбінесе әйел адамдарға айтамын, сіздер өліп қалуды шешім деп ойлаймыз. Өліп қалсам намазға түскен пұллардан төлейді ғой деген ойлар өтеді. Стрессте кезінде түрлі ой келеді. Бірақ өліп қалсаң жер толмайды, айтып қояйын. Нәрестелеріңіз бар. Келешегіңіз алдында. Балаларыңыздың қызығын көргіңіз керек. Сол күндерде ойсыз болған екен мен деп ойлап отырасыз. Ал көп сөйлеп кете бермейін. 25 минутқа қарап кетіп баратыр. Әммеңізді жақсы көремін, әммеңізді құрмет етемін. Сіздер менен 25 минуттан бері ауыз тынбай сөйлеп отырған ауылбайский блогер Сариназ. Әммеңіз құрметтесіз. Аман жүрің. Қай жерде болсаңыз аман жүрің. Алтын басыңыз аман болсын. Бала шағаңыздың алдында аман жүрің.